Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен вишнядан қысқа компот жабатын боламыз. Ол үшін бірінші банкаларымызды қайнатып аламыз, қақпағымызды қайнатып аламыз. Осылай банканы 10 минуттан қайнатып, вишняларымыз тазалаймыз. Және қайнаған банкаларымызға осылай салып шығамыз. 3 литрге 250 граммнан, 2 литрге 200 граммнан қант салып шығамыз. Және қайнаған су құямыз. Дәл осылай 10 минутқа қалдырамыз, қақпағын жауып. 10 минуттан соң осылай барлығының суын кастрөлге құйып аламыз. Бұндай қақпақ әдейі сатылады, қолдан жасап алсаңыздар да болады. Осылай қайнатамыз, жаңағы құйып алған суымызды. Бір қайнаған соң осылай қайтадан құйып шығамыз бәріне. Міне 70% уксусты дәл видеодағыдай жасаймыз. Осылай артығын төгіп тастап, қақпағымыздың бетін жабамыз. Закрывашкамыз жақсы болу керек. Осылай жауып шығамыз барлығын. Суығанша осылай төңкеріп қоямыз, жыл жерге қойып қоямыз. Міне дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-классы бар. Сіздер бұны үйреніп тапсырыс қабылдасаңыздар болады. Бұны тек менің оқырмандарым көре алады. Сондықтан подписаться кнопкасын басып төмен түсіңіз және достарыңызға таратыңыздар.